Hayırlı gün dostlar. Bugün biz Жібек жолы базарындамыз. Бүгінгі сұрақтар аккумулятор жайлы болады. Аккумуляторлардың бағасы және оны қалай бастайтын жайында сұраймыз бүгін. Кеттік. Biz 17-ші рядқа келдік қазір. Аккумулятор сіздердің сұраныстарыңыз бойынша аккумулятор жайлы түсіреміз. Онда кет. Сіздерде ең арзан аккумулятор қанша болады? Жалпы ең арзан аккумулятор 60-тық. Бұлар 13 мыңнан басталады. Бұлар Талдықорғандікі. 500 ампер береді. Бұлардың разницасы бар. Мысалға мынау форсаж деген 530 ампер береді. Бұл 14 мың теңге тұрады, ал бұл 13 мың теңге. 13 мың? 1000 теңге не разница сонда? Амперінде ме? Бұл амперінде және ішінде пластинасына кішкене экспортқа шығарылады. Көп таксовать етіп жүрген машиналар бар ғой, Nexia, 14-шка, соларға қандай аккумуляторсыз? Енді обычный осындай компактный 60-тық салынады, олар Nexia'да көбіне. Nexia'да оң жағында болады плюс салынады осы жақта. Вот осыны салып жүре бересіз. Сосын бұлар гарантия сондай бар ма? Бар гарантия, 1 жыл гарантия жүреді. Ескісін әкелсекші? Ескіңіз 3000 теңге қабылданады. 3000 теңге? Мынау 10 мыңға шығады сізге. 10 мың теңге, 3000 теңге. Бір аккумулятор 10 мың теңге тұрады екен. Сондай? Мынау 14 мың ба? Бұл 11-ге айналады. 11 мың. Бұдан жақсы мысалы 50-ка дегендерге машиналарға қандай? Қазір Toyota 55-ка дейтіндерге енді осындай ДК дегендер болады мысалы. Бұларда 55-ка, Camry, жалпы Camry 2.4 объемдарға бәріне 75-70-тіктер тұрады. Не обслуживание тұрады. Бұлар аккумулятордың разницасы сода. Сонда не обслуживание қандай? Бұл ашылмайды, құйылмайды. Бұл тек одноразовый саласыз, болды, ұмытасыз жүресіз. Қанша жыл жүретін мысалы? Бұл 4 жыл, 5 жылдай жүретін аккумулятор. Алар ма? Жапондікі ма сонда? Япониянікі ма? Япониянікі, Кореянікі бар. Сосын Mercedes. Мерседестерге мынандай бар. Мерседестерге аккумулятор, оларға техпаспорт бойынша да 75 салынады негізінде. 75? 60-65 Соның бағасы қанша? Бұл 23 мың теңге. 23. Мынау 810 ампер береді. Мынау қандай ең үлкен екен? Бұл лупариктарда тұрады, Мерседе тұрады. Сиса сала берсе болады. Аны ма? 100 ампер. 1000 ампер береді. 100 ампер. Бұндай мысалы сіз қанша болды осы саламен айналысып жүргеніңізге өзіңіз? 2-3 жылдай болып болды. Аккумулятор сатқан ыңғайлы ма екен, қалайсыз? Шүкір, ыңғайлы. Өзіңе ұнаған нәрсемен айналысқан дұрыс қой. Өзіңізге өзіңіз бастықсыз. Мынандай мысалы жас кәсіпкерлер бар ғой, қазір қаншама қазақтар бос жүр, қаншама қазақтар үйде жатыр. Қандай кәсіп, осы мысалы аккумулятор кәсібін алсақ, қанша теңгемен осы аккумулятор кәсібін айналысса болады? Ең аз дегенде қанша суммамен айналысса болады? Негізінде ондай қатты көп емес. 500 мыңдай, 600 мыңдай вложение жасасақ, ар жағында жайлап көтеріп болады. Ең сонда өтімді аккумулятор осы Талдықорғандікі 13 мың теңге дейсіз ба? Талдықорғандар осылар ходовой. Көп машина осыны алады? Бізде Алматыда не көп қазір, машина көп, не көп, таксопарк көп. Мысалы клиенттер келеді таксопаркіне. Жиі алып тұратын клиент. 60-тар сұрайды, 60-тар сұрайды. 75-тер сұрайды, 75. Оларға да бұдан төмен бағасын түсіріп бересіз ба кішкене? Постоянно клиенттеріңізге соны өздеріңізді? Түсіріп береміз. Өздеріңізді тарту үшін аға клиент? Бәріне солай. Сондай скидкалар бар дейсіз? Скидкалар бар. Сол достар, мені құрметті достар, осындай аккумулятор сіздерде айналыссаңыздар осылар. Осындай аккумулятор мысалы, ең арзан аккумулятор 13 мың теңге тұрады. Оптовый бағасын сосын келе жатып, өзіңіз сұрастырып, ең аз дегенде 500 мың теңгемен аккумулятор салып бағамен айналысса болады. Достар, мені
Біз аккумулятор жайлы түсірдік. Бізге алдында видеода комментарий қалдырып кетіп еді, аккумулятор жайлы түсіріңіздерші деп өтініш білдірген. Енді сізде осындай пікірлер қалдырсаңыздар болады, әрқайсыңыз. Біз сіздердің сұраныстарыңызды қараймыз. Келесі видеода көріскенше достар, каналға тіркеліп қойыңыздар.